Асыл, Сәлем. Оғыздың. Уағалейкум ассалам. Уағалейкум ассалам. Көңіл күйіңіз Қалай бар? Жақсы, шүкір. Өзіңіз қалайсыз? Аллаға шүкір. Шүкір деп жүрміз енді карантинде үйге қамалып, бәрібір қалай болса солай енді. Көппен көрген ұлы той дейді ғой енді. Бүкіл әлеммен бірге көргеннен кейін осы қиындықты шыдауға тура келеді. Дұрыс айтасыз. Көңіл күйіңіз қалай жалпы? Шүкір. Аллаға шүкір. Нұр-Сұлтан қаласында ауа райы қалай болып жатыр? Карантин қалай өтіп жатыр? Суық емес, бірақ енді салқын ғой енді. Нұр-Сұлтан жалпы салқын қала енді білесіздер ғой. Енді салқын болғанда кішкене жақсы, енді елдің көшеге шығу деген қалау кішкене басылатын шығар деп ойлаймын да, кішкене осындай бола тұрса жаман болмас еді. Кішкене шықпай тұру керек қой, енді шыдау керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Жалпы заңға қазіргі уақытта ағынған дұрыс. Иә, енді осы заңды мемлекет осындай ережелерді енді өзі ерігіп қабылдап отқан жоқ қой. Сол азаматтарға соны түсіндіру керек та. Бұл енді елдің халықтың, жалпы қазақ халқының денсаулығы үшін қабылданған сақтық шаралар болғаннан кейін құзырлы органдарды да түсіну керек. Ешкімге ренжуге болмайды. Өйткені кеше ғана бір видео көрдік, бір полициямен қатысып алған жастарды көрдік. Не керегі бар ондайдың? О жерде жұмыс істеп жатқан полиция қызметкерінің өзі енді ол да біледі ғой үйде барып демалып отырғанды, бірақ енді ол халықтың денсаулығы үшін жүрген адамдарға, сол мемлекеттік қызметкерлерге бізде көмектесуіміз керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Жалпы карантин уақытында өзіңіздің жеке өміріңіз қалай өтіп жатыр? Енді жеке өміріміз жаман емес, енді үйдеміз, көбінесе бір нәрселер оқып, бір нәрселер көріп жүрміз. Енді өзіміз сауатымызды арттыру мақсатында пайдалануға тырысып жатырмыз әрине. Сол, Нұрлан бауырым, қош келдіңіз. Талай адам жүр сізге кінә таға дейді. Қандай кінә? Енді сөйлесерміз, қазір жазатын шығарсыз қандай кінә екенін. Менде осындай. Мен дауысым дұрыс естіліп тұр ма сізге? Достар, дауыстарымыз жақсы естіліп тұр ма? Бүгін енді қазақтың тарихындағы соңғы 100 жыл десем қателеспейтін шығармын. 100 жыл бойы бір өзекті мәселеге айналып, кезінде КСРО-ның отаршылығында болып, кішкене құлық санаға беріліп, өз тілімізді ұмытқан жайымыз бар. Бүгінгі таңда осы болашақ үшін деп, жастар үшін деп, тіл жанашырлары, тіл сақшылары елімізді бір қалыптасып, өзінің бір рухани патриоттық позициясын ұстанып, тілдің тек тіліміздің атадан қалған мәпелеп, осы ел атадан найзаның ұшымен, білектің күшімен еліміз, жеріміз, соның ішінде тіліміз де қалған екен. Соны бізге аманат еткен тіл жалпы қазынамыз, біздің тіл, біздің байлығымыз. Қазақты қазақпен бірінші болып байланыстыратын ол тіл. Бір-бірімізді тіліміз болмаса түсінбейміз я. Сондықтан бүгінгі мәселеміз қозғайтын ол тіл тақырыбы. Ана тіліміз, біздің қазақ тіліміз, Қазақстан Республикасының негізгі мемлекеттік тілі қазақ тілі. Сондықтан достар, егер осы тіл мәселесін, ана тіл мәселесін қолдайтын болсаңыздар, қастарыңыздағы достарыңызға, үйдегі ата-аналарыңызға барлықтарын жинап, осы тікелей эфирге жиналып, ақпарат алып, өздеріңіздің ақпараттарыңызды шекарадан достарым да қосылып жатыр бір жағынан, ол қуаныш. Енді осындай Түркі әлемі осындай ортақ мәселе деп есептеймін, бұл қазақ тілі мәселесін ше, барлық түркі әлеміне. Бір жағынан бізге жаман болып көрінетін жағдайлар Құдайдың сыйлығы ретінде қабылдау керек та кейде. Мүмкін бұл түркі әлемінің бас қосуына да бір себепкер болатын шығар осы қиын күндер ше. Қазақ тілінің, қазақ ұлтының басынан өткізіп жатқан қиын
осыдан да қиын күндері болды ғой, бірақ та енді әлі шешілмей жатқан мәселелері бүкіл түркі дүниесінің мәселелеріне айналса, бұл бір жағынан біздің басымызды қосатын бір себеп, осыған бір себепкер болатын да шығар деп мен үміттенемін. Көп біздің бірінші президентімізден бастап көп елдің байқап отырмын, осы түркі елдерінің негізгі ойларында бір бірігу, мүмкін ол рухани жағынан ба, әйтеуір бір бірігуге ниеттері бар. Достар, қазірден бастап сұрақтарларыңызды қоя берсеңіздер болады. Менің өзімнің сұрақтарым болады, сонымен қатар сіздер де сұрақтарыңызды қойып, немесе үйдегі ата-аналарыңыздан, жақындарыңыздан сұрап алыңыздар, ол кісілердің сұрақтары бар шығар. Көкейінде жүрген, кешегі өткен күндерінде болған бір қазақ тіліне қатысты проблемалар бар болса, сұрап алыңыздар, сол проблемаларды ғылыми тұрғыда, психологиялық практика жөнінде шешуге тырысамыз, жауап беруге тырысамыз. Әрине, әрбір енді ынтымағы мықты елде арандатушылар да болады. Енді жастардың көңіл күйі түспесін, мына жерге де жазып отыр ғой, мен танимын бұлардың көбін. Мен бұларды мысалы интернеттен әдейі бұғаттамаймын да көбінесе. Енді ел көрсін бұндай қандай сұмырай екендерін, шын беттерін көрсін деп. Ынтымағы берік елдердің бәрінде арандатушылар болады. Енді жастар көңіл күйін түсірмей қойсын осындайларға. Бұндай, егер қара болмағанда біз ақтың қадірін білмес едік. Егер түн болмағанда біз күндіздің қадірін білмес едік. Сол үшін енді жаман адамдар да болу керек өмірде. Бірлікте емес, бөлінгенді қалайтын адамдар да болу керек. Тіпті біз ардақты азаматтардың қадірін жақсылап біліп алайық деп. Енді мен оқи алмай қалсам, сіз көрерменнің сұрақтары болса, сіз маған қысқаша... Әлбетте, өзім таңдап негізінде. Көрермендердің сұрақтарын сізге өзім қойып отырамын. Достар, естеріңізге сала кетейін. Бізде сөз бен іс бағдарламасы бүгін өз жалғасын тауып, бүгінгі тіл тақырыбын, ана тілі тақырыбын сөз қозғап жатырмыз. Бізде бүгін қонақта тікелей эфирімізде кешіріңіздер, балам. Динара! Олда шасын алдыңызға отырғыза беріңіз, енді көрейік жиынымызды. Енді қазір түсінерсіздер, карантин уақыты үйде отыру керек. Әрине. Жұмысымыз үйде керек. Çünkü bu asıl bağırması kişiye bir cevap verip öteyin. Türkler negizde Türk halklarına ortak til retinde Türk tilin yetpekçi bolgan degen әңгіме жоқ. Ондай сөзді кім айтқан болса, өтірік айтып отыр. Ол енді жеке адамдардың, кейбір адамдардың ойы болуы мүмкін. Бірақ Түркияның тілі барлық түркі әлеміне ортақ тіл болсын деген идея жоқ жалпы. Оны кім айтқан болса, сізге өтірік айтып отыр. Söyle veriniz. Dostlar, bizde bugün söz bен іс бағдарламасы, bizde bugün жаңадан қосып отырған достарымыз бар екен, көрермендер. Айта кетейін, бүгін ана тіліміз, қазақ тілі туралы тақырыпты қозғайтын боламыз. Бүгін бізде қонақта Нұр-Сұлтан қаласынан тікелей эфирге шығып отырған Оғыз Доған мырза, бүгінгі филология ғылымдарының докторы, бүгінгі таңда қазақ тілі жанашыры, қазақ тілінің сақшысы, жалпы түрік елдерінің бірігуін ниет ететін азамат. Жаңа енді арамызда мына жерде бір жігіт сұрап жатыр. Қазақстан дара мемлекет, біз жаңа бірігуімізге, бірігуіне қарсылық білдіріп. Біз енді түркі мемлекетпіз бұл. Сондықтан мемлекеттердің барлығы бір 5-6 мемлекет бірігіп кетуге емес, мәселе рухани тұрғыда, бір-біріне көмек беру тұрғыда, бір-бірінің жаңа бауырмалдығын білдіру тұрғысында
Әрине. Қандай формадағы бірлік болса да, менің ылғи айтып жүретінім, түркі мемлекеттерінің бәрі өз тәуелсіздіктерін толық сақтау керек. Бұл өте маңызды. Бұл енді бір Евроодақ сияқты бір одақ құру ойы болса, немесе бір федерация, немесе конфедерация болса да, бірінші шарт әрбір мемлекеттің өз тәуелсіздігін толық сақтау болу керек та. Енді мысалы ойлаңыз, бұл Қазақстан тәуелсіздігін неше ғасырлардан кейін алды, я. Осындай құнды, қымбатты ұғымды қалай енді жоққа шығарамыз? Қазақстан да, басқа да түркі мемлекеттері де әрқашанда өз тәуелсіздігін толық сақтау керек. Дұрыс айтасыз. Достар, сұрақтарыңыз болса, астыға қойып отырыңыздар, жақындарыңыздан сұрап алыңыздар, ол кісілердің сұрақтары бар шығар. Өте сенімдімін, бізде күнделікті осы әсіресе солтүстік Қазақстан өңірлерінде күнде кездеспесе де 7-сіне бір рет әйтеуір ана тілімізге, қазақ тіліне бір зардап тиіп жатқан мәселелер, проблемалар бар. Соларды еске алып, осы жерде сұрақтар қоюларыңызға болады. Ал біз бастай берейік. Оғыз Доға мырза, сізге біріншіден алғысымызды білдіреміз. Осылай алтын уақытыңызды бөліп, біздің Нұр-Сұлтан қаласынан Қостанайдағы бауырларыңызға өзіңіздің уақытыңызды бөліп, ақпаратыңызбен қазақ тілін насихаттау ретінде эфирге шығып жатқаныңызға. Бізде енді мынау Қостанай кішкене солтүстік өңірге жақын болғаннан кейін бізде көп проблема басқа өңірлерге қарағанда. Кейбір кезде мынау оңтүстік жаққа Алматы облысы, батыс Қазақстан әсіресе Ақтау, енді Орал өңірлеріне қарап өте қызығамыз біз. Қазақ жігіттері қазақша майын тамызып тұрып, әдеби тілмен бірін-бірімен сөйлесіп, тіл табысып, бір керекті жерлерде жақсы ой айтып, жалпы қазақ тілінде ана тілімізді терең сөйлеп жатады. Біз енді көбінесе арамызда енді Қостанай облысында, Қостанай қаласында әсіресе Қостанай өңірінде көбінесе орыс азаматтар көп болғаннан себепте ме, әлде басқа да бір себептер бар ма? Осы біздің ана тілінің толық еркіндігін, толық туының биіктеуін көтерілуіне атсалысып жүреміз. Біз енді күн сайын деп айтсам, енді бір 2-3 күнде бір рет ана тілімізге жан-жақты бір қысымдар, кейбір кездерде болып тұрады. Өзім енді кәсіпкер болғаннан кейін, көбінесе іс қағаздарына жақын болғаннан кейін, іс қағаздарының Қостанайдағы осы әкімшілік басқармасынан бастап, нотариусы болсын, жаңағы қағазға қандай байланысы бар жұмыстар бар, солардың барлығы орыс тілінде толтырылады көбінесе. Осы жөнінде сізге сұрақ, жалпы орыс тілінде толтыру міндеттіміз бе? Мысалы, біз соңғы или нотариусқа, или жаңағы акиматқа барған кезде қазақ тілінде толтыру керек, қазақ тілінде толтырғым келсе, маған қазақ тіліндегі бланкысын жаңағы беріңіз десем, олар міндетті ме беру? Олар түсінбесін, ол жерде орыс азаматы болсын қабылдап отырады. Бүгін ғана Қостанайдан тағы да бір Қуат Ахметов деген бауырымыз бар, ол хабарласты. Анда-санда менен кеңес сұрап хабарласады. Енді танитын шығарсыздар, сіздердің жерлестеріңіз тіл жанашыры. Әкіммен кездескенде, тіпті әкімнің қызметкерлері бүйтіп айтыпты. Әкімнен сұрапты да, сіздің көмекшіңіз неге қазақ тілінде сөйлемейді дегенде, енді сен есіңе түсірші, осы жер Қостанай депті. Енді бұл бір жағынан алғанда күлкілі, екінші жағынан алғанда қорқынышты. Өйткені неге қорқынышты? Бұл Қазақстан Республикасының заңдарын елемеу деген сөз. Қазақ тілін меңгеріп, қазақ тіліне байланысты заңнаманы сақтау, бұл адамдардың өз еріктеріне, өз қалауларына қалдырылған жағдай емес. Бір мемлекет несімен мемлекет болады? Мысалы үшін айттық қой жаңа, мысалы түркі бірлігі құрылса да, әрбір түркі мемлекет өз тәуелсіздігін толық сақтау керек деп. Тәуелсіз мемлекет несімен білінеді? Бірінші шекарасы болады, өзінің валютасы болады, өзінің ақшасы болады, өзінің мәжілісі болады, парламенті болады, өзінің тілі болады ең маңыздысы. Және ол тілді реттейтін заңнамасы болады. Заңнамасы жоқ ел
немесе заңнамасы орындалмайтын ел ол тәуелсіз ел емес. Бұл Қостанайда болсын, енді солтүстік өңір дегенде Петропавл болсын, немесе Павлодар болсын, ешқандай азаматтың қазақ тіліне байланысты заңнама ережелерін бұзуға құқы жоқ. Қорқынышты деп айтып отырғаным сол. Ол кісілердің көбі бұның заң бұзушылық екенін білмей жатыр, біледі, бірақ енді кейбір жағдайлар енді мысал келтіретін болса, Африканың бір ауылындағы мысал үшін, ол жерде заң бар шығар, бірақ та ешкім орындамағаннан кейін ол жердің азаматтарының күнделікті тұрмысына айналып кетуі мүмкін, заңсыздық. Ал бірақ Қазақстан және қазақ халқы, жалпы Қазақстан азаматтары қай ұлттың өкілі болса да, Қазақстан Республикасының заңнамасының бұзылуына бейжай қарамайды деп ойлаймын. Бұл біріншіден қазақ тілінде қызмет көрсету, қазақ тілінде көрнекі ақпарат туралы заңнама ережелерін сақтау, әрбір әсіресе мемлекеттік қызметкердің қазақ тілін жетік меңгеру міндетін орындауы, қайтадан айтып өтейін, бұл жеке адамдардың еріктеріне қалдырылған жағдай емес. Сол үшін әрбір азамат, енді бұл мейлі қазақ ұлтының өкілі болсын, мейлі басқа да ұлттардың өкілдері болсын, қазақ тілінде қызмет талап етуге құқылы. Өйткені ол, мысал үшін мен талап етіп жүрмін, мен өз атымнан талап етіп жүрген жоқпын ғой. Маған жақсылық жасамайды олар қазақша сөйлегенде. Немесе бір құжат толтыратын бір нысанды қолымызға бергенде, олар бізге жақсылық жасамайды ғой. Олай жасау олардың міндеті болғандықтан жасайды. Міндеті дейсіз. Еске түсіруіміз керек. Біз олардан өтінбейміз. Әрине бұйырмаймыз да, енді ондай ешкімге бұйыратын да неміз жоқ, біздің құқымыз жоқ. Бірақ әрбір кісіде заңнаманың ережелерін орындауды талап етуге құқымыз бар. Ол ең бірінші мемлекеттің мемлекет екенін көрсететін нәрсе, оның мемлекеттік тілі. Және Қазақстан Конституциясында анық көрсетілгендей, осы егемен елдің мемлекеттік тілі қазақ тілі, ол жалғыз мемлекеттік тіл ретінде белгіленген, бекітілген қазақ тілі болғандықтан, біз кез келген қызметкерден, кез келген азаматтан қазақ тілінде сөйлеуді талап ете аламыз, етуіміз керек. Біз егерде заңда жазылған мемлекетіміз сыйлайтын болсақ, өз мемлекеттілігімізді, мысалы үшін Қазақстан, мен Түркияның азаматы ретінде, мен Түркияның мемлекеттілігін егер мен сыйлайтын азамат болғым келсе, бірінші Түркия Республикасының заңнамасын сыйлаймын. Екінші, басқа да азаматтарды ол заңнамаға бағынуға шақыруым керек. Мен өз мемлекетімді сүйетін болсам, жақсы көретін болсам. Дәл осындай Қазақстанда да, Қазақстан мен ылғи айтып жүрмін, Африканың бір ауылы емес, даммай қалған. Енді елестетіңізші бұл, киімді кимей жүрген елер бар ғой, мысалы үшін ауылдар, Африканың. Ондай емес қой. Қазақстан мемлекет. Оның заңнамасы бар. Оны есте сақтау керек, естен шығармау керек. Заң бұзушылар осы жасап жатқан тірліктерінің заң бұзушылық екенін еске түсірмесе, біз олардың есіне түсіріп жүруіміз керек. Жақсы, бізде негізі қазақша, мысалы, банктерге барған кезде, маған қазақша бланкты жаңа қазақша тілде беруді талап ете аламыз ғой да, бізге заң біздің жағымызға шығалады ғой. Әрине, мен кейде, мысалы үшін, менің видеоларымды көрдіңіздер ғой, мен ол видеолар ерігіп түсірген жоқпын. Енді бұл Казкоммерцбанкте немесе Эйр Астанада болған оқиғаларды түсірдім ғой сол жағдайда. Ерігіп түсірген жоқпын, дәлелдеуім керек. Өткенде ғана біздің адвокатымыз, енді қазақ тілін адвокат деп айтам мен ол кісіні, Абзал Құспан мырза заңгер ретінде осындай бір тікелей эфирде баса айтты. Әрбір азаматтың осындай заң бұзушылық жағдайын видеокамераға түсіруге құқығы бар, толық құқығы бар. Мен азаматтарға енді бұл компьютерді алдымда ашылып тұр,
егер рұқсат етсеңіз, сол біздің видео камераға түсіруге қайдан құқығымыз бар екен туралы заңнама ережесін оқып берейін. Егер қалайтын азаматтар болса, мен электронды поштама хат жіберсе, мен осы заң ережелерін оларға да жолдайтын боламын. Егер рұқсат берсеңіз, қысқаша оқиын. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы Қазақстан Республикасының заңының 24-ші бабы. Мен компьютерден оқып отырмын. Сатушының, ақшаның ішінде дайындаушының, орындаушының міндеттері. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, енді бұл нелерді айтып отыр ғой, мысалы, жеке адамды бар түсіруіңізге болмайды. Мысалы үшін жолда кетіп баратқан азаматты барып, оның рұқсатынсыз видеокамераға немесе суретке түсіре алмайсыз. Оны қоспағанда сатушыға, дайындаушыға, орындаушыға фото бейне түсірілімді қолдануға қатысты тұтынушылардың құқықтарын шектеуге тыйым салынады. Яғни біз кез келген заң бұзушылық жағдайын видеокамераға түсіре аламыз, және осыны шектеуге оларға тыйым салынады. Немен? Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңының 24-ші бабы бойынша. Көрдіңіздер ме? Сол үшін бұл технологиядан пайдалануға болады деп ойлаймын. Әрбір адамның қолында ұялы телефоны бар. Осындай заң бұзушылық жағдайын көрген кезде оны түсірсін. Ол айтады ғой, мысалы, мен орысша білмесем де жаттап алдым. Уберите камера деген олар жаттап алған сөзі бар. Мен сол орысша үйренген сөздерімнен бірі да, уберите камера деген. Тыңдамаңыздар, өтірік айтып отыр. Сосын сізге жеке адамды түсіруге болмайтын туралы заң ережелерін ескертуі мүмкін. Еліп қойыпты, мысалы, біз Казкоммерцбанктың қазақ тілін қорлағанын дәлелдегеннен кейін барлық филиалдардың сыртына соны еліп қойыпты. Біз жеке адамды түсіріп отқан жоқпыз ғой. Сен заңды бұзба, мен түсірмеймін. Болды. Сен маған қазақ тілінде қызмет көрсет, мен түсірмей қоямын. Мен сен келбетіңе ғашық емеспін ғой. Сіз де солайсыз ғой. Сіз барып бір мекемеде, бір банкте қазақ тілінде қызмет көрсетіп талап етсеңіз, ол кісілердің жеке басымен сіздің шаруаңыз жоқ қой. Сіз ана тіліңізде, және тек қана ана тілі деп айтуға болмайды, осы егемен елдің мемлекеттік тілінде қызмет талап етіп отырсыз. Егер ол заңды олар бұзып жатқан болса, міндетті түрде видеокамераға түсіріңіз. Оны жариялаңыз әлеуметтік желілерде. Жаңа ғана сол заң ережесін оқып өттім. Сіздің осындай заң бұзушылық жағдайын видеокамераға түсіруіңізге ешкім шектеу қоя алмайды. Бұл енді заң... Бұл заң оларға тыйым салынған. Заң бұзғанын көріп тұрсақ, оны видеоға түсіргеннен кейін қандай құзырлы органға хабарласуымызға болады? Және қаншалықты ол тез, жылдам істелінетін нәрсе? Негізі былай да, мысалы үшін, кез келген дамыған мемлекетте сіз оны әлеуметтік желіге салсаңыз, бұл автомат түрде шағым болып есептелінеді. Мысалы үшін, енді үлкен қылмыстардың бір ретінде адам өлтіру жағдайы бар, мысалы, немесе ұрлықшылық бар, сол ұрлық немесе адам өлтіру, біреуді қинау жағдайын видеоға, камераға түсірсеңіз, сіз екіншіден барып бір прокуратураға арыз жазбайсыз ғой. Ол әлеуметтік желіге сол дәлелді жүктегеннен кейін прокуратура өзі барып сол кісілерді ұстау керек. Негізі бұл қазақ тіліне байланысты заңнама ережелерін бұзған адамдарды біз оны әлеуметтік желіге салысымызбен құқық қорғау органдары барып өздері ұстап, оларды тиісті жазаға тарту керек. Жақсы. Бірақ бұл әлі іске аспай жатыр. Енді сол үшін ешнәрсе шықпаса да әлеуметтік желіге салайық. Осы біздің міндетіміз. Сол тарихқа енсін. Ол кісілердің заң бұзушылықтары тарихқа енсін. Ол енді прокуратура өз міндетін орындамаса, оның кінәсі. Енді өте қатты қиналатын болсақ, өзіміз менің жасағанымдай барып сотқа жүгінуімізге де болады.
бірнеше рет біздің басымыздан өтті, енді құрметті көрермен білетін шығар. Қазір осы шаруамен сіздердің жерлестеріңіз Қуат Ахметов өте сауатты түрде айналысып жатқан жігіт. Оны әсіресе YouTube'дан және Facebook'tan, оның білуімше Instagram парақшасы жоқ. Табуларыңызға болады. Ол заңнаманы менен де жақсы білетін жігіт. Ақылдасып, қалай сотқа беруге болады. Сотқа бергіңіз келсе. Бірақ бергіңіз келмесе, менің уақытым жоқ десеңіз де, ең болмағанда түсіріңізде әлеуметтік желіге салыңыз. Ол тарихқа енсін. Олар міндетті түрде бір күні өз жазаларын алады. Өйткені заңнамасы бар мемлекетте ешкім өз ойына келгенде жүруге болмайды. Бұл қысым жасау деген сөз емес. Бұл, мысалы үшін, Есбол бауырымыз, сіздің үйіңізде сіздің өзіңіздің ережелеріңіз бар. Сізге қонақ келгенде, сіз оны қатты сыйлайсыз, төрге отырғызасыз, бірақ мысалы одан не күтесіз? Менің үйімнің ережелеріне бағынсыншы десе, өйткені ол жер сіздің үйіңіз. Сол сияқты бұл мемлекет, бұл Қазақстан халықтарының, жалпы қазақ халқын құраушы ұлт ретінде өзінің үйі болғандықтан, әрине қазақ халқы өз үйінің ережелерін сақтауға шақыруға тиісті деп ойлаймын. Жақсы түсінікті. Көшеде жүре келе түзеледі дейді. Ақындар жүре келе түзелетін шығар деп ойлаймыз. Әрине, жақсы болып жатыр. Енді мынандай мысал келтіріп кетейін. Кейбір азаматтар, ойбай, біздің ел оңбайды, біз адам болмаймыз. Мен ең жек көретін сөздердің бірі сорлы қазақ деген бір жаман сөз бар да. Мен қашан естісем бірден тоқтатамын ол кісілерді. Өйткені мен 95 жылы бірінші Қазақстанға келгенмін. Сонау қанша 25 жыл өтті ғой. Содан бері көп өзгеріс бар. Өте үлкен өзгеріс бар. Әрине жеткілікті емес, бірақ енді жақсарып келе жатыр. Қазақ халқының санасы оянды, одан да әрі оянып жатыр. Мінекей 3-4 күннен бері қазақ тілінің жалғыз мемлекеттік тіл статусы бекіту үшін қол жиналып жатыр, иә? 2-3-4 күннің ішінде 40 мың қолдан асты. Бұл қол қойшылар кімдер? Бұл қазақтар ғой. Бұл санасы ояу, өз тіліне құрмет көрсетіп, басқалардан да тіліне құрмет көрсетуін талап ете алатын санасы дамыған ояу халық, қазақ халқы. Бәрі жақсы болады және жақсы болып келе жатыр. Әр күн сайын одан да жақсы болып келе жатыр. Ең бастысы, дұрыс айтасыз, ең бастысы біз өзіміздің азаматтық позициямызды әр кез келген кезде көрсетіп отыруымыз керек. Бұл тілге де байланысты, бұл басқа жағдайларда байланысты. Егер ақ пен қараны көріп тұрсақ, өтірік пен шындықты көріп біліп тұрсақ, неге онда басып анық айтпасқа? Өзіміздің позициямыз. Бауырым, бірақ мысалы үшін сіздің көрермендеріңіз үшін, сіз үшін де бір нәрсені ескертіп өтейін. Біз өз заңды құқықтарымызды пайдаланып жатқан кезде ең маңыздысы мәдениеттілікті сақтауымыз керек. Өте маңызды бұл, өте маңызды. Әсте ашуға әсте айқайламай, дүрекіл танытпай. Енді адамның енді шынымен де намысына тиеді ғой, мысалы сенің. Сонау Алаш ардақтылары сол үшін жан берген тіліңді біреу аяққа таптап жүрсе, сен намысына тиеді. Дұрыс. Бірақ біз бәрібірде мәдениеттілікті сақтауымыз керек. Айқайламай сөйлеуіміз керек. Мысалы үшін мен заң ережелерін оқыдым ғой сіздерге. Мен Қуатқа да айттым, басқа да жақын достарыма айттым, сол принтерден шығарып алыңдар да соны. Сол бір мекемеге, бір дүкенге барған кезде қолдарына беріңіздер. Міне оқыңызшы. Тіпті сізге сыйлап берейінші мына заң ережелері. Мысалы үшін бір көрнекі ақпараттың қазақшасын іліп қоймаған болса, көрнекі ақпарат туралы заңнама ережесін принтерден шығарып оған сыйлап берейік, болды. Неге сөз таластыруымыз керек? Неге ұрысып қалуымыз керек? Өте маңызды. Басқа ұлттарды да ренжітпей,
өзіміз ашуға берілмей осы мәселе оңай шешіліп кетуі мүмкін. Сол үшін біз түркі баласымыз, түркі баласы мәдениетті адамдар болып есептелінеді. Біздің ата-бабаларымыз өздері жауынгер болғанмен, жаумен майданда соғысқанды да білген. Бірақ басқа ұлттармен шай ішіп, пікір алмасуды да білген. Сол үшін біз түркілер адамгершілігі мол халық болғандықтан біз әрқашанда мәдениеттілікті сақтап, тіл үшін күресе аламыз. Айқайламай, жаман сөз айтпай, дауысты көтермей, мен жиі айтам, осыны айтатын да боламын. Әсіресе енді жастар қызылқанды ғой. Әсіресе оларға ескертіп айтып отырмын да, жастар ашуға берілмеңіздер. Мынаны еске түсіріңіздер. Сол қатты ашуланып кеткенде. Ойбай, бұл Қазақстан деген мемлекет, кімнің мемлекеті? Сол атауының өзінде қазақ деген сөз бар. Сенің мемлекетің ғой. О жер олар күйіп тұр ғой. Ол қазақтың сана сезімі оянып жатыр деп, сол қазақ тілінің жаулары күйіп отыр, күйіп. Олар ашуланса ашулана берсін. Сен ашуланба, айналайын. Бұл сенің үйің, сенің мемлекетің. Сен ашуланба, сен тыныш. Өйткені бұл сенің жерің. Сосын сен осы Қазақстанның тәуелсіздігін қазақ баласы. Ешкім саған сыйлап берген жоқ. Сонау сол алаш ардақтылардан бастап, хан кенеден бастап, желтоқсан қаһармандарынан бастап, сен өзің қанмен алдың. Және бұл сенің мемлекетің болғаннан кейін неге сен ашулануың керек? Тыныш, мәдениеттілікті сақтап, бәрі дұрыс болады. Біз Қазақстанда ешкімнен революция жасауын сұрап отқан жоқпыз ғой. Біз тек заң орындалсын, болды. Заң орындалсын, болды. Керемет, өзіңіз көріп тұр. Ғылыми тұрғыдан, философия тұрғыны, психология тұрғыдан көп тәжірибеңіз бар екен. Жалпы енді есінде көп ашуландық қой, бауырым. Мен 95-ші жылы Қазақстанға сабақ беруге келген кезде алғаш рет Ахмет Яссауи университетіне. О кезде мен қатты ашуланатын едім. Енді о кезде мен 22-23 жастарда қатты ашуға беріліп, енді өкініп отырмын көбінен. Енді ақыл кірді. Енді мен жастарға ашуланғаны пайдасы жоқ екенін ескерткім келеді. Болды, керегі жоқ. Мәдениеттілікті сақта. Бәрі жақсы болады, бәрі жақсы болады. Сауаттылықтың, бәрі сауатты күреспен жеңе алмайтын күш, алынбайтын қамал жоқ. Дұрыс айтасыз. Ал енді мынау қазір қазақтардың өзінің қазақпен сөйлескен кездегі орыс тілінің басқа тілдің қосылып кетуі қазақтардың бірін-бірімен жаңағы енді қазақша сөйлеспеуі, бұл енді патриотизм төмендігі деп ойлайсыз ба, әлде КСРО-дан қалған құлдық сана деп ойлайсыз ба, қалай ойлайсыз жалпы? Мен енді дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады дейді ғой. Енді мен түркі халықтарын бәрін танитын, және түркі тарихын жақсы білетін адам ретінде мына ащы шындықты айтайыншы. Біз кішкене елтегіш ұлтпыз. Бұны мойындау керек. Бұл жақында ғана пайда болған жағдай емес. Біз сонау түрік қағанат кезінен бері біз алғаш содан білеміз ғой. О кезде Қытайларға еліктеп жүргенбіз. Ойласаңшы, бір жағынан соғысып жүрсің Қытайлармен. Бір жағынан еліктеп жүрсің. Сол мәңгі тастарда, сол Енсей тастарында, ескерткіштерінде аталарымыз бізге ескертіп отыр. Ай дейді, түркі баласы дейді, түрік баласы дейді. Сен Қытайдың жылы сөзіне, жұмсақ жібегіне алданба дейді. Сосын сенің ұлдарың құл болады, қыздарың күң болады деп ескертіп отыр. Мысалы үшін біз мұсылман дінін қабылдадық, 1000 жылдан асты енді түркі халықтары мұсылман болғалы. Әлхамдулилля, мен де мұсылманмын. Бірақ мысалы үшін мұсылман дінін қабылдаған кезде біз тілімізге көп араб, парсы сөздерін енгіздік. Бүгін мысалы үшін орыстарға еліктеу, орыстардың сөзін пайдалану мода болатын болса, 1000 жыл бұрынғы біздің ата-бабаларымызда сол араб, парсы сөздерін қолдану мода болды мысалы үшін.
Ахмет Яссауи бабамыздың өзі Диван-ы Хикметте ашып оқысаңыздар, соған қатты ренжігенін көресіз да. Ғалымдар түркі тілінде сөйлемейді деп ренжіп отыр. Мен түркі тілінде жазып отырмын деп мені мазақтайды дейді. Диван-ы Хикметті ашып оқыңыздар. Енді бұл Түркия азаматтарын алайық мысалы үшін. Америкаға барады мысалы, 3 ай мысалы бір курс үшін барады, немесе жұмыс істеуге барады. 3 айдан кейін келеді, 3 ай, 90 күн мысалы үшін, тілі бұзылыпты. Сөйлеген сөйлемнің бәрінде ағылшын сөздер араластырып сөйлейді. Енді көрдіңіз ба, бұл акценті бұл американшаға жақындап кетеді. 3 айда сен не болдың сен? Қашан американдық болып кеттің? Бұл біздің ауруымыз. Бұл дәрігер сияқты бұл диагнозды қою керек та. Бұл түрік халықтарының бәрінің генінде бар, өкінішке орай. Бұл қазақты кінәлауға болмайды. Санасы, құлдық сана, бұл құлдық сана дегенді мен де жек көремін негізі бар ғой. Енді қазақ деген құл болмайды ғой. Қазақ деген сөздің мағынасы сол еркін деген сөз. Еркін деген сөз. Түркияда қазақ еркек деген сөз бар. Бұл мықты еркектерді қазақ еркек деп айтады. Ол ретінде қолданбайды, ол қазақ деген сөз еркін деген сөз. Қазақ еш уақытта да құл болмайды, бірақ бұл түрік халықтарында еліктегіштік бар. Арабпен танысса арабқа еліктейді, парсымен танысса парсыға еліктейді, Америкаға барса Америкаға еліктеп қайтады. Бұл біздің кішкене ауруымыз. Оны бірге диагнозды жақсы қоятын болсақ, емдеуге болады, бұл қазаққа тән емес. Жақсы түсінікті. Ал енді бізде мынау өте өзекті мәселе, біздің әкімшілік басқармалары, акиматтағы жаңа ресми парақшалары Инстаграмдағы облыс әкімінен бастап, облыс әкімі енді таза қазақша және астына жаңа орысша аудармасын жазады, орыстарға арнап, қазақша түсінбейтін кісілерге арнап. Ал енді басқа 95% облыс біздің ішіндегі қаласы бар, аудандары бар, ауылдары бар, райондары бар. Олардың барлығы ресми парақшаларында орысша жазып қойғанда, посттарды орысша жазады, тек қана орыс тілінде жазады. Және қойылатын картинканы, видеоны орыс тілінде жариялайды. Оған қандай шара қолдануға болады жалпы? Біз қарапайым халық ретінде. Бұлар тағы да өзі әкімдік болса да, мысалы үшін жоғары деңгейлі мекеме болғанмен заң бұзып отыр. Бұлар заң бұзушы деп аталады жалпы. Мысалы үшін бұлай да, мысалы үшін енді қылмыс пен заң бұзушылықты енді ажырата білу керек. Бұл қылмыс болмаса да бұл заң бұзушылық. Мысалы үшін мен көлік жүргізіп жүріп қызыл жарықты өтіп кетсем, мен айыппұл төлеймін мысалы үшін, Сол сияқты да, мысалы үшін мен қызылды өте беремін, төлемеймін деп деген сөз жоқ. Өтпейсің, айналайын. Сондай жол ережелері деген бар, енді ол заң бар ондай. Өтпейсің, қызылда өтпейсің, болды. Ол ешкім сенімен саудаласпайды. Өтсең қалай болады, болмайды деп. Мысалы үшін көрнекі ақпарат туралы, тіл туралы заңның көрнекі ақпаратқа қатысты бабын сіздерге оқиын. Барыңыздар да осыны скендерден шығарып, қолына ұстатып беріңіздер. Әкім ба? Әкімге ұстатып беріңіздер. Ол жердің жай қызметкер ме? Оның қолына сыйлап беріңіздер. Бұны қылғаныңыз несі? Бұлан заң ғой бұл. Заңды бірінші мемлекеттік мекеме бұзатын болса, біздің жағдайымыз не болмақ деп сұраңыз. Мысалы үшін Қазақстан Республикасындағы тіл туралы заңының 21-ші бабы. Мен компьютерден оқыдым. 21-ші бабы. Бланкелер, маңдайшалар, хабарландырулар, көрдіңіз ба? Санайды да бұл мысалдарды келтіріп отыр. Бірақ бұны жалпылама көрнекі ақпарат дейміз. Бір есікке ілініп қойылған маңдайшаға ілініп қойылған қағаз да көрнекі ақпарат. Сайтта тұрған жазу да көрнекі ақпарат. Бланкелер, маңдайшалар, хабарландырулар, жарнамалар, пресс-куранттар, баға көрсетіштері, басқа да көрнекі ақпарат, енді бәрін санай алмайды ғой бұл түр-түрін. Басқа да көрнекі ақпарат мемлекеттік тілде және орыс тілінде, ал қажет болған жағдайда басқа да тілдерде жазылады. Тек қана қараңыздар, мемлекеттік түрде міндетті түрде жазасың. Сосын оны кез келген жерге жазуға да болмайды. Жалғасында битіп айтып отыр, көрнекі ақпараттың барлық мәтіні мынадай ретпен. Мемлекеттік тілде сол жағына
немесе жоғары жағына. Демек, мемлекеттік қазақ тіліндегі нұсқасы кез келген көрнекі ақпарат. Мысалы үшін сайт па? Сайт ашылғанда бірінші қазақшасы шығады, бірінші. Үстіңгі жағы, енді жоғары жағы ғой. Немесе үйдің кіреберісінен кірдіңіз ба? Киосқа іліп қойған қағаздың сол жағында немесе үстіңгі жағында қазақша нұсқасы болуға тиісті. Көрнекі ақпараттың барлық мәтіні мынадай ретпен. Мемлекет тілде сол жағына немесе жоғары жағына, орыс тілінде оң жағына немесе төменгі жағына орналасады. Қайтадан айтайын, бұл тіл туралы заңның 21-ші бабы. Мен электронды поштама хат жіберсеңіздер, мен бұны табуға болады, бірақ мен жақсылап Word'ке жазып қойғамда, PDF-ке. Сізге дайын түрін жібере алам. Принтерден шығарасыз да, ол сіздің сумкаңызда тұрсын. Көлігіңізде тұрсын. Бола берсіне бір 10 шақты шығарып алыңыз. Еш ұрыспай, төбелеспей, ешкіммен айқайласпай, осы заң ережелерін бұзып жатқан адамның қолына табыс етіңіз. Оқушыңыз орысшасы да бар, мен орысшасында алдым мына жерге. Қазақ тілін түсінбесе, орыс тіліндегі нұсқасынан оқып білсін. Көрдіңіз ба? Енді бір жағынан ұят сіздің айтқаныңыз. Енді бұл жекеменшік мекемелерде енді олар да бұл заң баптарын сақтауға міндетті негізі. Бірақ енді олар бұзып жатса да қатты ренжімесін да, бірақ мемлекеттік мекемеге айналайын. Бұл немене бұл? Ұят қой. Сен бұл бір жағынан былай да өзі шығарған заңды өзі бұзған адам сияқты да. Енді сен өзің шығардың ғой заңды. Неге өзің бұзып жатсың? Енді түркішеде бір сөз бар, енді айтсам ба айтпасам ба, бір мақалға айналған сөз бар да. Енді айып етпесеңіздер, бұл тікелей эфир, сосын жариялағанда өшіріп тастайсыз. Жамағат осырса, кешірім сұрайын. Имам осырса, жамағат тышып қояды деген сөз бар. Енді ұят болғанмен өте ақиқат. Сол үшін мен біріншіден мемлекеттік қызметкерлерді өте қатты сыйлаймын. Мен әкем де өйткені мемлекеттік қызметкер болған, одан зейнетке шыққан. Мемлекеттік қызметкерлер бірінші сол мемлекеттілікті олар сақтау керек та. Басқа адамдарға да үлгі болу керек. Өзі қазақша нашар болса да. Мысал келтірейін, менің 2 қайнағам бар. Сол 2 қайнағамда орыс тілді. Өкінішке орай солай енді. Мысал үшін мен мына жерде мынандай ескерткім келеді. Кейде қазақ тілді азаматтары мәңгүрттер дейді ғой. Мәңгүрттер, сатқындар дейді. Бұл сөзді айтқызбаймын мен. Орыс тілді қазақтарға мәңгүрт деп айту деген өте ұят. Өте ұят. Бір қазақта біздің жалғызымыз ғой. Мысалы сіздің, Құдай сақтасын, балаңыз отқа түссе, өрт деп, оны сіз жан тәніңізбен оны құтқарып отырсасыз, я? Айтпайсың ғой, енді өрттене берсін деп айтпайсың ғой. Менің 2 қайнағам бар. Орыс тілді, өкінішке орай, неге екенін білмеймін, солай. Бір отбасында өссе де, олар орыс тілді. Бірақ мен олардың ұлтжанды азаматтар екенін білемін. Мен кездескенде олар қатты қиналса да қазақша сөйлеуге тырысады. Өйткені мен орыс тілін түсінбеймін. Мен қайнағаларымды қалай мысалы мәңгүрт дей аламын? Ұят қой енді. Сіздердің де мүмкін туыстарыңыз бар шығар. Өзіңіз қазақ тілді шығарсыз мүмкін. Бірақ туыстарыңыз бар шығар орыс тілді. Оларды біз мәңгүрттер, сатқындар деп не қылсақ ше, итерсек, өзекке тепсек, ол немене ол біздің халқымыз ғой, ол біздің ұлтымыздың бір мүшесі де өте қымбатты. Теңдесі жоқ, бір мүшесі де. Сол үшін ешкімді мәңгүр, сатқын дей бермей, енді бұл салафиттеріміз бәрін кәпір дейді ғой, кәпір өзін ұнамаса, кәпір дей салады да. Діннен шыққан деген сөзді айта береді да. Ойналайын, бұл оңай емес бұл сөз ол, ондай. Біз ешкімді мәңгүрт, сатқын дей бермей, орыс тілді азаматтардың өзін қазақилыққа тартуымыз керек. Жылы сөзбен, жақсы сөзбен. Сіз оларды боқтасаңыз,
Ол шынымен де ертең мәңгілік болып кетеді ғой. Жек көріп кетеді да, қазақ ұлтын жек көріп кетеді, өзі қазақ болғанмен. Сіз оны жамандай берсеңіз, кетіп қалады ғой, ол енді орыс құл дейміз ғой, орыс құл болып кетеді ғой. Сосын біз сол азаматтардың бәрін өзімізге тартуымыз керек. Солай бауырым. Дөп айтып атсыз, шынымен де сабырлықты танытып, көбінесе мынау банктерге, мысалы жаңағы нотариустарға барған кездерде қазақша сөйлесең, орысша жауап беріп атып, сол кездерде шынымен сабырлық танытып, байыппен ақырын-ақырындап қазақшаға үйретіле берген дұрыс негізі. Ол кісілер үйретіле. Ол бүйтуі мүмкін да, бауырым. Мысалы үшін менің ең кең тараған 2 видеом сол Эрастана мен Казкоммерцбанкте болды. Мысалы оның басы бар, мысалы мен басын түсірген жоқпын ғой. Ол шыдамның шектен шыққан жері да, енді ол шыдамның таусылған жері ол жер. Мен ол шыдам таусылғанда ғана мен видеоға түсіремін. Оған дейін мен тырысамын, түсіндіруге тырысамын да. Ол кезде түсіре беріңіздер. Бірақ ұрыспаңыздар. Түсір, қолына мына заң ережелерін ұстатып бер. Әлі түсінбей ма? Оны оқып тұрып түсінбей ма? Бұл не ғой? Bir жағынан мемлекетке соғыс ашу деген сөз ғой. Мен бұл мойындамаймын. Бұл мемлекеттің заңдары деген сөз емес па, я? Заң ережелерін мәдени түрде қолына ұстатып бер. Әлі де құтырып жаса, кейде олар айқайлайды. Ағайын. Біз оларға ұқсап айқайламайық. Дөрекілік танытып, олар дөрекілік танытады. Олар біледі ғой, мысалы үшін бұл өткенде ғана Жириновский қайтадан сөйлепті ғой. Қайтадан сырды құру керек. Сіз ойлайсыз ба, мысалы үшін Жириновский өзі коммунист деп ойлайсыздар ма? Енді коммунизмнің негіздерін не бар, жұмысшылардың құқықтары, еңбекшілердің құқықтары. Байларға қарсы еңбекшілерді ойлайды деп ойлайсыз ба? Жоқ. Ол кәдімгідей шовинист ол. Тіпті капиталист шовинист. Бірақ неге аңсайды СССР-ді? Кеңестер одағын неге аңсайды? Өйткені орыс шовинизмінің империясы еді ол. Көрдіңіз ба? Сөйлеген кезде сол Жириновский айғайлап сөйлейді. Бұлай құтырған иттей сөйлейді да. Өйткені ашынып отыр ғой. Қолынан кетті ғой бұл Қазақстан, Қырғызстан, Украина, Өзбекстан кетті ғой қолынан. Олар ренжіп отыр. Көрдіңіз ба? Біз неге ренжуіміз керек? Біз салқын қанды, мәдениетті. Сол Мұстафа Шоқай атамыздың арманы орындалған осы елде, Мағжанның, Әлиханның арманы орындалған, отан үшін басын берген Кенесары ханның арманы орындалған осы елде біз тынышпыз. Сол үшін де әрқашанда біз мәдениеттілікті, сауаттылықты сақтауымыз керек, сақтай аламыз. Өйткені осы, мысалы мен Қазақстан азаматы болмасам да, Қазақстан менің елім бұл. Қалай бұл тарих шындық қой бұл. Атам екен бұл, атам екен. Түркі әлемінің тамыры бұл, бұл ағаш үлкен бәйтеректі ойлаңыз. Үлкен бәйтеректің біз көрмейтін бұл жердің астында не бар, тамыры бар, тамырлары бар мұнда, Қазақстан сол ғой, сол тамыр болмағанда біз жапырақтар болсақ, не пайда? Тамырға су бармаса, тамыр өз көрегін ала алмаса, өз тамағын ала алмаса жерден, біз жапырақ болсақ, жарқырап тұрсақ, ол 1-2 күн ішінде солып кетеміз бізде. Қазақстан өте маңызды. Өйткені бұл бүкіл түркінің кіндік қаны тамған жер, атамекені. Сол үшін шовинистердің арандатуларына ермей, ешкіммен басқа ұлттарды жек көрмей, біз арманымызға жетеміз. Заң аясында, мәдениеттілік аясында бәріне де жетуге, қол жеткізуге болады. Жетесіз, әбден болады. Ал енді мынандай бір сұрақ. Жалпы сіз өзіңіздің бір интервьюіңізді дамыған елдерде 3-ші немесе қателеспесем 5-ші сыныпқа дейін басқа тілдің, басқа мемлекеттің тілін оқытпайды екен. Оқуда Қазақстанға енді біздің Қазақстанда 1-ші сыныптан бастап жаңа орыс пәні бар ғой. 1-ші сыныптан бастап енді ағылшын пәнінде мүмкін оқып атқанда шығар, ағылшын пәнінде енгізілуде.
осы тұрғыда жалпы тек қазақ тілін мысалы мынау садиктен бастап жаңағы балабақшадан бастап одан кейін жоқ дегенде 3-ші сыныпқа дейін қазақ тілін енгізсек қалай болады екен? Солай болу керек. Енді әрбір мемлекеттік лауазымға ие адам білім беру саласында сауатты болмауы мүмкін. Кейбір адам мысалы үшін әскери оқу орнында оқыды, кейбір қаржы оқыды мысалы үшін, сонда лауазымдыларымыз көп қой енді, бірақ бұл тұрғыда білім беру мамандарымен, педагогтармен кеңесу керек, ақылдасу керек. Бір педагог, өзінің білім бар педагог, осын қолдау мүмкін емес. Мен мемлекетте лауазымды орны бар адам болсам, міндетті түрде әрбір саланың сауатты мамандармен ақылдасатын едім. Өйткені мен бұны ойдан шығарып айтып отқан жоқпын ғой. Мысалы Жапонияны алайық, Еуропа елдерін алайық, Францияны алайық мысалы үшін. Францияны кім айта алады дамымаған деп? Жапонияны кім айта алады дамымаған деп? Оңтүстік Кореяны кім айта алады? Оңтүстік Кореяда бүкіл азаматтар ағылшын тілін біледі. Бірақ оларда бұл осындай дамыған елдерде кейбіреуінде 4-ші сыныптан, кейбіреуінде 5-ші сыныптан бастап, енді әрқандай болғанымен 4-ші, 5-ші сыныптардан бастап, кейбір елдер 7-ші сыныптан бастап қана шетел тілін үйретеді. Бірақ мықты үйретеді. Енді оны мықты үйретсең, жақсы әдістемемен үйрететін болсаң, азаматтардың бәрі 3 тілде емес 5 тілде де болып кетеді. Ол арман орындалады. Ол мен де қолдаймын. Қазақстанның азаматтарының 3 тілді болуын мен де қолдаймын. Онда ештеңкесі 13 тілді болса да артық етпес. Ол бәрі жақсы. Тіл деген, білген деген қандай әдемі нәрсе. Мен қазақ тілін білгеннен кейін сіздермен тілдесіп отырмын мысалы үшін. Өз ана тілім ретінде есепте мен түркі тілінің ең әдемісі қазақ тілін білгеннен кейін сіздермен сөйлесіп отырмын. Ағылшын тілін білсеңіз, әлемде бармайтын жеріңіз жоқ. Бітірмейтін жұмысыңыз жоқ. Ол ондай болу керек. Бірақ осындай шешім қабылдаған лауазымды тұлғалардың маман педагогтармен қайтадан отырып ақылдасу керек. Бұл ұлтқа пайдалы нәрсе емес. Өйткені баланың психологиясы, өзінің бұлай ішкі құрылыс, енді санасы ана тілінде қалыптасу керек. Ол түнде ұйықтаған түсін ана тілінде көру керек. Ана тілінде ғана қалыптасқан адам бүкіл адамзатқа пайдалы адам бола алады. Мысалы үшін бір қазақ ұлтының мүшесі адамзатқа пайдалы болғысы келе ме? Мен интернационалистерге айтам да осы сөзі. Сендер бүкіл адамзатқа, бүкіл ұлттарға пайдалы болам десеңдер, бірінші жақсы қазақ болыңдар. Мен бұл түркі бірлігін армандайтын адам ретінде де айтам да, сен түркі бірлігін армандайтын адам болсаң, бірінші жақсы қазақ бол. Өзбекке айтам, сен бірінші жақсы өзбек болуың керек. Сен бірінші өзің болуың керек. Енді Тарқан деген әншінің өлеңі бар ғой, башқасы олма, кендин ол деп айтады мысалы. Басқа біреу болма, өзің бол дейді. Сол сияқты мен енді бұл әрқандай қателіктер болуы мүмкін. Мен Қазақстан Республикасының жоғары лауазымды тұлғаларының өте сауатты білімді адамдар екенін білемін. Түркияда біз, мысалы үшін, қазір мына жерде қосылып отырған түркиялық достарымыз да бар. Біз сол Қазақстанның басқарушыларын біз үлгі тұтамыз. Әсіресе Түркияның ұлтжанды азаматтары Қазақстанның мемлекеттік басқарушыларын, енді мемлекет басшысын, елбасын үлгі тұтады. Енді бұны естігенде шығарсыздар, енді бұл енді шындық. Бұндай көрнекті, бұндай бүкіл түркі дүниесіне көшбасшы болуға лайықты тұлғалардың мамандармен ақылдасып, қателіктен қайта алатынына сенемін. Өйткені бұл енді шындық қой, тарихи тәжірибе. Бұл тәжірибе бойынша дамыған ел болғымыз келсе, бірінші өзіміз болуымыз керек. Өзің болсан ғана сені әлем елдері де басқа ұлттарда сыйлайды. Енді басқаша өзімізді сыйлатуымыз мүмкін емес.
Сіз ойласаңызшы, сіз басқа елге барсаңыз, ол ұлттың азаматтары ана тілінде сөйлей алмаса, немесе мен 3 тілді боламын деп, кішкентай кезінен бастап 3 тілді бірден үйретсе, сіз құрметтемейсіз ғой сол елдің азаматтарын, иә? Bir koloniya деп ойлайсыз, мысалы үшін, колония деп ойлайсыз, иә? Сондай. Енді солтүстік Африканың елдері, араб елдері, Мысыр сияқты, мысалы Тунис сияқты елдер француз тілін жетік біледі. Олар өте сауатты болғысы келгендіктен емес. Францияның отары болды ғой ол жер. Әлде оның несі бар, ықпалы бар. Көрдіңіз ба? Біз оны білеміз, мысалы, күлкілге бізге, мысалы үшін, басқа тілде сайрап жүрген халық өз талабымен, сұранысымен, қалауымен үйренсе, оған ештеңке зиян жоқ. Тіл білген дегенге мен қарсы емеспін, білу керек. Қанша тіл білсек, сонша ұлттың менталитетін түсіне аламыз, оларға достық қарым-қатынас орната аламыз деп ойлаймын. Өзге тілдің бәрін біл, өз тілінде құрметте деп, жаңағы енді бір жиынтығын айтып жатсыз ғой. Тағы да бір сұрақ, бүгінгі Қазақстан осы соңғы 1-2 жыл латын алфавитіне көшіп, нақтыланған осы латын әріптерін дұрыс деп ойлайсыз ба жалпы? Жалпы осы латын тіліне көшу бізге әлі ерте емес пе? Біріншіден енді бұны дұрыс қолдануымыз керек, бұл латын тілі емес, бұл латын алфавиті, әліпби деп айтсақ болады. Тіл деген басқа нәрсе ғой, енді оны айта береміз онда кейде. Ерте емес, тіпті кеш болып кетті. Тіпті кеш болды, енді бір жағынан... Нақтыланған алфавиттері ше? Ау? Нақтыланған алфавиттері ше? Енді әр жаңағы әріптері А, Ә, Б деген түріктерлер бар, осылар. Бірінші қазақ тілі неге латын әріптеріне көшу керек? Соны түсінейік та, бірінші түсінейік, иә? Бұл негізі бар ғой, мен филолог маман ретінде бір алфавиттің екінші алфавитке оншада бір артықшылығы бар екеніне сенбеймін. Оны мысалы үшін кириллицаны жақсартуға болады. Араб әріптеріне, таңбаларына көшуге де болады. Мысалы, әрбір ыңғай енді бейімдеуге болады да. Бірақ мына жерде бір нәрсе бар. Қараңыздар. Кеңестер одағы құрылған кезде большевиктер Армения, Грузия сияқты елдердің алфавиттеріне тиіскен жоқ. Дұрыс па? Олардың мысалы тек қана армян ұлты қолданатын өзінің нелері бар, әліпбилері бар. Өзі кішкентай ұлт болғанмен грузин ұлтының өзінің несі бар, таңбалары бар. Оларға тиіскен жоқ. Тек қана кімге тиісті? Тек қана түркі халықтарына ғана тиісті. Түркі халықтары 1000 жылдан бері сол мұсылмандықты қабылдаған 10-11 ғасырдан бері қолданып келе жатқан, ол да біздікі емес қой, енді араб алфавиті дейміз, төте жазу. Соны алып тастады. Араб алфавиті де біздікі болмағанмен, оның бір артықшылығы бүкіл түркі дүниесінің ортақ әліпбиі еді. Түркілерді қалай бөлесің? Бірінші түркілерді неге бөлу керек? Түркілерді бөлмесең, ол сенің большевизм киімін киген шовинистік мақсаттарының орындалуына кедергі болады. Біз әділетсіздік жасатпаймыз әлемде. Біз неге бірігейік деп отырмыз, иә? Өйткені әлемде біз әділетсіздікті тоқтатамыз. Елдің полициясы сияқты ше, түркілер. Әлемнің полициясы сияқты. Құқық қорғау қызметкерлері сияқты. Сол үшін түркілер бөлу керек болды. Сол үшін о кезде латын әріптеріне көшті бір мезгілде. 15 жылдай Қазақстанда, Өзбекстанда, барлық түркі мемлекеттерде латын әріптері қолданды. Енді білетін шығарсыздар, сол 40-шы жылдарға шейін. Бір 15 жылдай. Мысалы үшін, қараңыздар, алаш ардақтылары, біз енді оларды үлгі тұтамыз ғой өзімізге. Латын әріптеріне көшуге о кезде қарсы болды. Қарсы болды. Неге? Өйткені түркі бірлігі бұзылатын еді. Ол латын әріптері түркі бірлігін жақсы бұза алмағаннан кейін, шовинистер, қызыл киім киген шовинистер,
Осы жолы 39-40 жылдардан бастап барлық түркі мемлекеттеріне кириллицаны берді күшпен. Бірақ не істеді мысалы үшін айласын сол жерде көрсетті, әрбір түркі халқына басқа кириллицалар берді. Қырғыз бен қазақ сөйлескенде түсінседі, өзбек пен қазақ сөйлескенде түсінседі, бірақ жазысқанда түсінбейтіндей қылды. Жазысқанда екеуі де кириллица қолданады, бірақ түсініксіз. Кириллицадан неге құтылу керек? Өйткені біріншіден бұл арам мақсатпен берілген алфавит. Тіпті 40 жылда Қазақстан кириллицаға өтті. Көрдіңіз бе, репрессия аяқталған жылы барлық алаш ардақтылардың қаны ішіп, барлық зиялыларымыздың қаны ішіп, олардан бір адамда қалған жоқ, қарсылық көрсететін. Сонда мүмкіндіктен пайдаланып кириллицаны әкелді. Және оның мақсаты түркі халықтарын бөлу. Біріншіден бұл жақсы, жаман естелік бұл біріншіден. Енді өмірде де солай емес па, біз басымыздан өткен бір жаман нәрсені еске түсіргіміз келмейді, я? Ол біз қиынайды, мысалы, 10 жыл бұрын, 20 жыл бұрын болған нәрсе болғанмен біз қиынайды. Сол үшін содан құтылу керек біз біріншіден. Екіншіден, Ресейдің ықпалын тек қана ол жаман естеліктен емес, Ресейдің ықпалынан құтылу үшін міндетті түрде латын әріптеріне өту керек, көшу керек, міндетті түрде. Бұл тұрғыдан менің ешқандай күмәнім жоқ, дауласпаймын ешкіммен. Бірақ осыған шейін ұсынылған 3 нұсқа болды, я? Латын әріптерінің нұсқалары болды. Біріншісі естеріңізде болса, барлық жерінде, бірінші сиабис болды, я? Сиабис. Саебис ба? Саебис деген бір екі таңбамен бір әріпте белгілейтін күлкілі бір нәрсе болды, я? Бәрі мазақтап оны, я? Естеріңізде ме? Сосын апострофты нұсқа болды, я? Барлық жерде апостроф, барлық жерде апострофтар болды, дұрыс па? Естеріңізде ме? Ол да енді елге ұнаған жоқ. Қазіргі нұсқада, енді бұл бекітілген нұсқа емес, бұл есте сақтаған жөн, Құдайға шүкір. Бекітілген нұсқа емес, бірақ бұл да дұрыс нұсқа емес. Қараңыздар, мен қайтадан айтайын. Қазақстан қандай нұсқаға өтсе де мен қолдаймын. Өйткені Ресейдің психологиялық ықпалынан құтылу керек. Не болса да, ең жаман нұсқанда мен қолдаймын. Бірақ мысалы үшін 91 жылы қабылданған ортақ түркі әліпбиі, латын әліпбиі бар мысалы үшін. Сол мәтіннің астында барлық түркі халықтарының ғалымдарының қолдары бар. Қазақтар да бар оның ішінде. Ол кезден бері Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты осы ортақ нұсқаны, түркі әліпбиін дамытып келе жатыр. Дамытып өз еңбектерді қолданып келе жатыр. Енді осы қазір бұл тақтайшыларда, маңдайшыларда көріп жүрген нұсқа маған ұнамайды. Сол үшін де кейде достарым сұрайды, сіз латын әріптерін қолдайтын адам ретінде неге қолданбайсыз деп. Өйткені бұл нашар нұсқаны мен пайдаланғым келмейді. Қазақстан бәрібір көшеді, Қазақстан латын әріптеріне. Бірақ мен жақсы нұсқаға көшкенше және бекітілгенше пайдаланғым келмейді бұл нашар нұсқаны. Өйткені бәрібір орыстың, Ресейдің ықпалынан құтылу бір жеңіс болады. Ол жарайды. Ол жеңісті мына жаққа қояйық, ол міндетті түрде болады. Бірақ екінші жеңіс неге түркі халықтарының тілдерін бір-біріне жақындататын ортақ нұсқа болмасқа? Мен соны айтып отырмын. Бір көшкенде бір-бірімізді одан да оңай түсінетіндей ортақ нұсқаға көшсек, бұл әп-әдемі болмас ма еді? Енді нұр үстіне нұр болар еді деп ойлаймын. Сол үшін мен Қазақстанның латын әріптеріне көшуін қолдаймын жүрегіммен. Алайда осы нұсқаны қолдамаймын. Бірақ та бекітілсе амал жоқ, әрине қолданамыз. Бекітілмеуін мен Құдайдан тілеймін. Және тіл білімі институтына сенемін. Ол жерде өте мықты ғалымдар бар. Мемлекеттік басшылармен олар жиі кездесіп тұрады деп естіп жүрмін. Сол ортақ түркі әліпбиі екі жақтан бізге пайдалы болатын еді деп ойлаймын.
өте дұрыс айтасыз. Шынымен де КСРО кезінен бастап, құрылғаннан бастап, соңғы осы 100 жылдық КСРО-ның содан кейін Ресей бізге ықпалын келтіріп, соларға бір кішкене беріліп қалған сияқтымыз, әсіресе осы тіл жағынан. Бұл психологияда барлық жерде кириллицаны көрсең, енді неден құтыла алмайсың да, бұл ықпалдан құтыла алмайсың. Адам психологиясы бұл. Бұл сана сезім қанша мықты болғанмен құтыла алмайсың. Ал мысал үшін қарасаңыз, бұл латын әріптерде біздің төл таңбаларымыз емес қой. Мысалы, мен қалар едім, мен өзім ұлтшыл азамат ретінде санаймын, бір ұлтшыл ретінде, және филолог маман ретінде біздің бар ғой негізі әп-әдемі өз таңбаларымыз бар. Орхан Енисей ескерткіштерінде пайдаланылған, кейінгі ұйғыр мемлекетінде пайдаланған біздің рунамыз бар. Мысалы, мен камера көрмеймі білмеймін, мысалы, менің жүзімде жазылып тұрған әріптер. Көрдіңіздер ме? Бұнда әп-әдемі біздің әп-әдемі негізі таңбаларымыз бар. Негізі соған көшу керек еді. Бәріміз осыған көшу керек еді. Бұл енді болмайтын нәрсе емес, былай ойлаңыздаршы, мысал үшін. Еврейлерді көп ұлттар жек көреді, я. Жек көреді, еврей дегенде. Біреуді боқтасаң да еврей деп боқтайсың, я. Қараңыздар, 40-шы жылдары олар мемлекеттерін қайтарып алғанда, сол Израиль мемлекетін құрғанда, әлемнің шар тарапынан еврейлерді о жерге шақырып, енді ол кезінде оралмандар ғой, бірде-бір еврей жоқ еді сол жерде. Олардың бір де тілін білмейді. Қараңыздар, қандай қиын жағдай. Тілін білмейді. Алфавит бұлай тұрсын, еврей тілін білмейді олар. Ресейден, Америкадан, Түркиядан, Араб елдерінен, Жапониядан тіпті еврейлер жинап алып, о жерде мемлекет құрды. Және еврей тілін қайтадан үйретті оларға. Қандай бір тірілу. Сосын олардың өздерінің бұлай не бар ғой, кубиктерге ұқсайтын өзінің төл әліпбилері бар. Ешкімге қарамады, дамыған елдер латын алфавитін қолданып жатыр, оған көшейік деп ойламады оларда. Қиын болса да өздерінің төл, не біздің осы алфавитіміз сияқты. Біздің осы алфавитіміз сияқты өздерінің алфавитіне көшті ғой. Қалай сыйламайсың бұндай ұлтты? Енді негіз сөйту керек еді. Енді жарайды, ол болашақта да ол да болатын шығар, Құдай қаласа. Біздің ата-бабаларымыз ойлап тапқан, біздің таңбаларымызға да көшетін шығармыз. Әп-әдемі көрсеңіздер бар ғой. Бірақ әзірінше орыстың ықпалынан, енді орыс ұлт ретінде орыс деп айтып отқан жоқпын. Ресей империясының, Ресей шовинизмінің ықпалынан құтылу үшін Қазақстан тез арада міндетті түрде қос қолдаймын, латын әріптеріне өту керек. Оның ішінде де ортақ түркі таңбаларына көшкені өте абзал болар еді деп ойлаймын. Айтасыз, бізде келісеміз соған. Шындығында да латын әрпіне тезірек көшіп, бір жағынан Түркия елдері бірін-бірімізді енді білуімше Түркия елі латын әліпбиіне ертеректе көшкен. 28-ші жылы көшкенімізді, 28-ші жылы көшкен. 28-ші жылы? Мысалы, мен мысал келтіріп өтейін, сіздің сөзіңізді көп бөлдім бүгін, бауырым, кешіріңіз. Мұстафа Кемал Ататүрк өзі біз сияқты, енді ол кісі марқұм, ол кісіге де жала жабушылар көп. Не деп айтса соны айта берсін. Кеңестер одағында түркілерді бөлу мақсатында араб таңбаларының орнына латын әріптері күшпен латын әріптеріне көшірілгенде Мұстафа Кемал Ататүрк қарсы шабуыл дейді ғой, оның қазақшасын дұрыс айтып отыр ма білмеймін, контратак дейді. Қарсы шабуыл ретінде Түркияны латын әріптеріне көшірді. Қараңыздар, олардың ойынын бозды. Өйткені қазақты төте жазудан араб әріптерінен айырсаң, ол Түркиямен байланысы үзіледі, басқа түркі мемлекеттермен байланысы үзіледі. Өйткені латын әріптеріне көшті ғой ол кезде Қазақстан, ол кезде. Бұны естіп Ататүрк 1-2 жылдың ішінде 28-ші жылы
орыстың шовинизмінің сол ойынын бозып, айласын бұзып, Түркияны латын әліпбиіне көшірді. Білдіңіз бе? Ал Ататүрік 38 жылы қайтыс болса, ол қайтыс болғаннан кейін сол Қазақстан және басқа да түркі мемлекеттері кириллицаға өтті. Өйткені олардың мақсаты бұзылды ғой. Айта беріңіз, бауырым. Жалпы енді тағы бір сұрақ. Естуімше басқа облыстарда, біз енді Қостанай облысынанбыз ғой. Басқа облыстарда тіл сақшысы, тіл жанашыры деген бір номинациялар беріліп жатады. Әкімшілік басқармаларынан ба, әлде бір белгілер билік құзырларынан. Және де осы тілдің жанашырлары ретінде бір одақтар құрылған екен. Әсіресе Нұр-Сұлтан қаласында, қателеспесем. Және де Алматы, Шымкент қалаларында бар. Осы бір одақты құру үшін не істеу керек жалпы? Шынымды айтсам, Қостанайда естімеппін. Қостанай облысы бойынша естімеппін. Бауырым, онда сіз біткеннен кейін мен сіздің жекеңізге Қуат Ахметовтың телефон нөмірлерін, байланыс нөмірлерін міндетті түрде жіберейін. Ол кісі дәл қазір бұл карантинге байланысты Қостанайға қайта оралды ғой. Көшеде олды телефонмен жүрген жігіт қой енді. Жақында ғана бұл Қостанайдың Бейімбет Майлин ескерткіші сынып, көрген шығарсыздар енді, ол сынып, оны түсірді видеоға, сынып барлық тастары қандай ұят, қандай ұят. Бірақ Ленин ескерткіші, сол қанішер, қызыл террорист. Ленин ескерткіші сап-сау әп-әдем болып тұр. Бірақ Бейімбет атамыздың ескерткіші сынып, ластанып жүрді. Соны видеоға түсірді. Әкімдік оны көріпті. Әкімдікпен кеше кездесуге барды. Кешеден бастап, оны жөндей бастапты. Көрдіңіз бе? Біз үнімізді шығарсақ, бәрі жақсы болады. Көрдіңіз, азамат ретінде неге ол қарап, ойбай, ұят болды ғой, бұл Бейімбет Майлиннің ескерткішіне деп неге өте беруіміз керек? Сол Қуат бауырымыз, сол қазақ тілі үшін күресіп жүрген Қостанайдың тумасы. Барлық сіздердің көрермендеріңізді де Қуат бауырымызбен байланысқа шығуға шақырамын. Оны YouTube арнасында жазып. Ау? Фамилиясы? Қуат Ахметов. Қуат Ахметов деп YouTube-қа жазсаңыздар, қазақша әріптермен. Және Facebook-ке жазсаңыздар, таба аласыздар, ол Instagram-да жоқ әзірінше. Бірақ ол кісі үйім ашайын деп жатыр. Ол құжаттарын дайындап отыр да. Енді бір аудиториясы пайда болды, жақсы оны қолдаушылар бар. Көбі де сіздердің өңірлеріңізде. Міндетті түрде енді осында тіл жанашырлары бірге болу керек қой. Ең болмағанда хабардар болу керек те бір-бірімен ше. Ол үйімді ашып, заң аясында бәрін реттеуге болады. Міне біздің Нұр-Сұлтан қаласында біздің тіл күрескерлеріміз Жасұлан Иса мырза бар. Өте сауатты заңгер. Және 2 жыл бұрын бір ауруханада операциядан өтіп, отадан өтіп, ауырып жатқанда қазақша жазулар неге жоқ деп шу шығарған Мұқағали Балқыбай деген бауырымыз бар. Өзі ауырып жатып, шу шығарып жатыр дейсіз ғой. Өзі ауырып жатып, сол құлағын көрсеңіз бар, сол құлағынан ота жасап та, ол қанап, мұндай оралып тұрған кезде Мұқағали шу шығарып, ол видеоға түсіріп, адамдарға заңды ескертіп, аурухананың бәрін қазақшаландырып жіберді. Бір адам өзі, көрдіңіз бе? Сол Жасұлан мырзамен Мұқағали бауырымыз өте жақын араласып, мен естуімше Нұр-Сұлтан қаласында тілді қорғайтын заң жүзінде құрылған үйім ашып, олардың да болашаққа деген жақсы мақсаттары бар. Әркім өз қаласында, өз облысында саясатқа араласпай. Бұның еш саясаттың керегі жоқ бұған. Кейде мысалы үшін біз жас кезімізден бастап ата-анамыз қорқатын еді ғой, бұл кішкене ұлттық сезімге байланысты бір нәрселер айтсақ, ойбай біздің баламыз саясатқа араласып кете ме, ертең не болып қалады, қамалып кете ме деп қорқады ғой мысалы ата-аналарымыз, иә?
бұл тілді қорғау, ұлт мүддесін қорғаудың саясатқа біріншіден еш қатысы жоқ. Еш қатысы жоқ. Мен мысалы өзім, шынымды айтайын, бүгінге дейін ешбір Түркиядағы партияның, саяси ұйымның жанкүйері болған емеспін. Түркияда тіпті не бар, мысалы үшін, ұлтшыл партия да бар. Мен оған да жанкүйері болған емеспін. Өйткені тіл, ұлт дейтін құндылықтар саясатқа араласпау керек. Өйткені бұл әрқандай идеологияның ортақ құндылығы. Ұлтшылдың да, мысалы үшін, либерал болсаңыз, либералдың да, капиталист болсаңыз, соның да тіл, ұлт мүддесі деген бәрінің ортақ құндылығы. Сол үшін еш саясатқа араластырмай, партиялармен кездеспей, керек жоқ. Керек жоқ. Немесе бір кейде болады ғой, елдің ішінде, сыртында бір оппозициялық ұйымдар. Оларды еш қатыстырмай, тілдің, ұлттың намысын қорғауға болады. Өйткені тілдің, ұлттың намысын қорғау деген, бұл негізі мемлекетке қызмет ету деген сөз. Мен өзім мемлекетшіл адаммын. Мен мемлекетті өте жақсы көремін. Мемлекет деген ұғымды мен жалпы өте жақсы көремін. Өйткені бұл ең жақсы ұйым, құрылған ұйым сол мемлекет қой. Ол мемлекет кімнің мемлекеті? Біздің мемлекетіміз. Бұл Қазақстан не? Қазақтың мемлекеті. Түркия не? Біздің түркінің мемлекеті. Сол біздің мемлекетіміз тұрғанда біз неге басқа партияларға оппозиция болып, енді кім болғысы келсе бола берсін, оған да қарсы емеспін. Бірақ енді тілге, ұлтқа байланысты мәселелер мен саясатты шатастырмау керек та, екі бөлек нәрсе. Сол үшін байқаған болсаңыздар, мен саясат туралы еш сөйлеспеймін. Саясат дегенде, мысалы үшін, Түркияның билігі, Қазақстанның билігі деген сұрақтарға мен жауап бермеймін. Бұл әрбір елдің өзінің ішкі мәселесі. Тіл, ұлт, намыс деген құндылық деп отырмын, қараңыздар. Құндылықтар біздің ортақ құндылықтарымыз. Жалпы бүкіл түркінің ортақ құндылықтары болғандықтан, ешқандай саясаткерлерді араластырмай, оны өз бетімізбен алып жүруімізге болады. Заң аясында мәдениеттілікті, сауаттылықты әрқашанда сақтап жүру. Түсінікті. Жалпы енді өзіңіз Түркия елінің тумасысыз ғой. Сол жақта туып өстіңіз. 95 жылдан бастап Қазақстанда тұрып жатырсыз. Енді былай болдым да, 95 жылдан 97 жылға дейін мен 2 жыл болдым Қазақстанда, сосын қайтып кеттім. Мен бір 2,5 жылдан бері қайтадан келдім. Өйткені мен докторантура қорғау үшін 97 жылы Түркияға қайттым. О жерде мұғалім болып істедім, оқытушы болып жұмыс істедім ұзақ жылдар бойы. Және бір 2,5 жылдай болды, мен қайтадан келдім. Енді арасында бір 20 жылға не бар, үзіліс бар. 20 жылға жақын бір үзіліс бар. Енді маған қызық болып тұрғаны, осы сіз енді Түркия елін толықтай білесіз. Қазақ елінде толықтай білесіз. Осы Түркия елінің азаматтары мен қазақ елінің азаматтарының арасында бір рухани, патриоттық, өз елін бір сүйгіштік бір айырмашылық бар ма? Қандай айырмашылықтары бар түрік елінің азаматы, қазақ елінің азаматымен салыстырсаңыз, бізге олардан үйренетін нәрселер бар ма? Енді екі елдің де бір-бірінен үйренетін нәрселер көп та. Мысалы мен егер қазақ халқы болмағанда мен адам болып толық қалыптаса алмас едім деп ойлаймын. Мен өзімде жақсы деп санайтын көп нәрсені мен қазақ халқынан алдым. Қазақ халқынан үйрендім. Және мен бірнеше конференцияда айтып өттім. Мен көзімді бұл әлемге көзімді ашқан мектеп кезінде 9 сыныпта. 9 сыныптан бастап Мағжан Жұмабай болды, қараңыздар. Мағжан Жұмабаевты шовинистер 1938 жылы атып өлтірдік деп ойлайды ғой. Олар олай ойлайды ғой. Біз оны жоқ қылдық деп ойлайды, иә? Құтылдық біз осыдан деп ойлайды. Дұрыс па? Иә? 38 жылда одан құтылдық деп ойласа, мен сол 90 жылдардың соңына қарай
оның кітаптарын тауып, оның сөздерін тауып, мен әлемді тани бастадым. Түркі елін, тұрған елін, ұлтты сүю, отанды құрметтеу, тілге ғашық болу, өз тарихын жақсы көру деген сезімдердің бәрін мен, мысалы, Түркияның азаматы ретінде, 9-шы бала ғой, 9-шы сыныпта оқып жүрген бала ғой. Сол кезден бастап, сонау Қазақстанда Қызылжарда туып өскен, қазір Петропавл дейма, Қызылжарда туып өскен, және шовинистер өзі мұғалім еді ғой, ол мұғалім еді ол. Не қылды мұғалім сендерге, ақын, енді мұғалім еді, жалпы мамандығы. Атып өлтірдік деп ойлайды, Мағжан атамыз айтады, мен өлмеймін, менікі де өлмейді. Надан адам өлім жоғын білмейді. Өзім қазы, өзім патша, өзім би. Қандай ессіз не еттің деп тергейді деп айтады өлеңінде. Мен өлмеймін деп айтып кеткен атамыз мені оятты. Қанша мың шақырым алыстағы Тұран елінің бір бұрышындағы бір баланы оятты, Көрдіңіз бе? Мен қалай айтайын енді, Түркиядан үйреніңдер, мұнан үйреніңдер десем ұят қой. Мен таза патриотизмді Мағжаннан үйренген адамым. Сол үшін бар ғой, Түркиядағы мен ұлтшыл саяси ұйымдарға пысқырған да жоқпын, өмірі ұнатқан жоқпын. Өйткені олар Мағжан атама жақындаған да емес. Оның деңгейіне, оның отанды сүю деңгейіне жақындаған да емес. Сол үшін қазақ халқы үлгі тұтатын Түркия емес. Түркиямен өте жақын қатынас, бауырластық байланысты орнату керек. Бірақ қазақ халқының ұлтты тілді сүю үшін өзінің ардақтылары бар. Не сол ең жақында сол Алаш ардақтылары бар. Алаш ардақтыларының әрбірі бір Асқар Таудай. Біздің бүгінгі күнде де алдымызға жар шашатын, бізге жол көрсететін, жөн сілтейтін олар. Мен керісінше Түркиядағы жерлестерімді, жастарды сол Алаш ардақтыларымен таныстыруға тырысып жатырмын. Таза саясатқа араласпаған, енді саясат деген не бар да, бір адамның жеке мүддесі араласып кетеді бар ғой. Немесе сол саяси ұйымның мүддесі араласып кетеді. Ол таза патриотизмді саясатпен сақтай алмайсың деп ойлаймын да, мен бір жағынан. Мен көріп жүрген сол да, жалпы. Ешқандай саясатқа араластырмай, сол Алаш ардақтыларын біз үлгі тұтып жүрсек, сол Қазақстан, мен ылғи айтып жүргендей, түркі әлемінің көшбасшысы болады. Өйткені ондай адамдар қазақтан басқа ешкімде жоқ. Былай ойлаңыздаршы, репрессияда, сол саяси қуғын сүргін жылдарында өзбектен де атылған зиялылар бар, қырғыздан да бар, түркменден де бар. Бірақ қазақтан бәрін жинап алғанда, бәрін 100 есе көп адам атылды ғой. Bunu қалай түсінуге болады? Қалай түсінуге болады? Өзбек, қырғыз... Ау? Сөзіңізді бөлейін, қателеспесем, өз жағы өзбек, қырғыз мемлекеттерінен, елдерінен бір 10-15-20 адам болып отса, Қазақтан 25 мың адам екен. Көрдіңіз бе? Енді мен 100 есе деп те енді азайтып айтыппын. Көрдіңіз бе? Бұл себебін ойландыңыздар ма? Не бұл себеп? Не бұл себебі? Не? Өйткені атып отқандар кім? Олар шовинистер. Коммунистпіз деген сөз өтірік. Ол кезде де өтірік болды. Өздерінің коммунистерін атты олар. Тұрар Рысқұлов большевик еді ғой. Не болды Тұрарға? Сол төңкерісті бірге жасадыңдар ғой. Татарстанда Сұлтанғалиев большевик еді ғой. Неге аттыңдар оларды? Өйткені олар ұлттарына сатқынды жасамаған большевиктер болды. Бұл таза орыс шовинизмі еді. Бұны мойындау керек. Сол орыс шовинизмі неге сол еселеп қазақтың зиялыларын атты? Неге? Өйткені олар ең қымбаттылар олар еді. Барлық түркіні оятатын олар еді. Енді бұл
өзбектің зиялыларын, қырғыздың зиялыларын кемсітіп отырған жоқпын. Бұл статистика ғой. Қарапайым арифметика. Иә? Сол үшін біз қалай мысалы үшін біз сол алаш ардақтыларының қадірін қалай білмеуімізге болады, қалай? Ешкімнің ондай нәрсеге құқы жоқ. Алаш ардақтыларын ұмытуға, оларды мен өлмеймін, менікі де өлмейді деп кеткен адамды ұмытуға, өлтіруге ешкімнің құқы жоқ. Және әрбір мысалы үшін үйдің кіреберісінен кіресіздер ғой, мысалы үшін дүкенге кіріп, о жерде егер жаңа көрнекі ақпарат туралы заң ережелерін оқыдық па? О кіреберістен кіріп жатқанда, егер есікте тек қана ресей тілінде жазулар ілініп тұрса, мен ойлаймын да, мен сол Мағжан атамның ол дүниеге барғанда бетіне қалай қараймын? Әрбір қазақ баласы соны ойлап кіру керек та, кіреберістен кіргенде, мен кіреберісіммен өзім тазаладым. КСК-ға жаздым, заң ережелерін көрсеттім. Енді мен есігімде, үйдің кіреберісінде тек қана қазақша бар. Азамат ретінде мен мұны, өйткені мен қалай қараймын Мағжанның бетіне. Әрбір қазақ азаматы, сіз Әлиханды үлгі тұтасыз ба? Сіз Мұстафаны үлгі тұтасыз ба? Міржақыпты ма? Өзіңізді сұрауымыз керек та. Мен жай оны жақсы көрім, құрметтеймін шәкәрім деп айтпайық. Ол дүниеге барғанда мен қалай бетіне қараймын деп ойлауым керек. Сол үшін бұл дүниеде сен тірі кезінде оларға лайықты бала болып, азамат болып жүруің керек. Онда жүрсің ғана сен ол дүниеге барғанда, міне аталарым, мен сіздердің жолдарыңызды қуып келдім, жалғастырып келдім деп айтуға беттерің болады. Сонда ғана. Құзырет жалпы шынымен де Алланың бір бергені болар. Қазақтың маңдайына белгісіз азаматтарды, білімді, дардай азаматтарды еселеп көптеп берген шынымен де. Біз енді рас өкінішке орай репрессия кезінде біразынан айырылып қалдық. Сол кісілер аман болғанда, сол қиын-қыстау кезеңге ұшырамағанда мүмкін біздің еліміз басқа жағдайда болар ма еді деп кейбір кезде үлкен ойға батамын. Еш күмән жоқ. Бірақ ұмытпа, Есбол, сенің де сол бойыңда олардың қаны бар, соны ұмытпа. Қысайдасы, негізінде... Сен олардың автомат түрде жалғассың. Сен бүгін бар ғой, мәңгүрттер, орысшылдар деп жүрген қазақтар бар ғой, олардың да бойында олардың қаны бар. Сенің міндетің оларды ояту. Олар жылы сөзбен, жақсылықпен оларды тарту. Мәңгүрттер деп айту оңай ол. Оларда Мағжанның қаны бар оларда. Кенесарының қаны бар оларда. Сол ұмытпаңдар, бұл ата-бабаларымыз сол олар атылмағанда жақсы болар еді деген бұл сылтау емес. Сен оны жалғассың. Қанша репрессиядан, қанша ашаршылық, қанша геноцидтен аман қалған қазақтың бір баласы сенсің. Сол үшін соны жалғастыратын адам ретінде сол жауапкершілікті жақсы білу керек та. Мен кімнің ұрпағымын? Мен не үшін бармын? Неге өмір сүріп жатырмын деп. Бұны жиі өзімізден сұрап, оларға лайықты адамдар болуымыз керек. Боламыз да енді, болуымыз керек деген, олай болу керек деген сөздерді мен жек көремін негізі бар ғой. Болу керек емес, боламыз, олай боламыз. Онсыз сен солайсың меніңше. Дұрыс айтасыз, шынымен де мынау бір қазақ болып туылғаннан кейін іштегі бір рухымыз бар. Қазіргі енді мына жерде бауырымыз жазып отыр, жастарға қарап кішкене қанжылайды ішің. Кейбір сәттерде біздің ата-бабамыз дәріптеп кеткен салт дәстүрге сай нәрсе істемейді. Ал енді жаңағы сөзіме оралайын, жалпы бүгінгі таңда да, бүгінгі күнде де естуім бойынша, көруім бойынша көп кісілердің Европадағы, Америкадағы, Ресей еліндегі мықты кісілердің айтуы бойынша қазірдің өзінде қазақтың жігіттері талантты әр елде, Түркияда, Америкада, қай жерде болсын, әлемнің түкпір елінде әйтеуір бір білім алып, ізденістер, бір өзінің бір таланттарын көрсетуде. Осындай бір жақсы бір процесс болып жатыр. Соны осының бәрі ойлаймын.
шынымен де біздің қанымызда, рухымыздың биіктігі бір қанымызда бар нәрсе. Бұл сол енді бар нәрсені жоғалтпай, жоғалтпаудың бір енді бір көмегі ол енді мына жердегі көрермендерімізге айта кетейін. Шынымен де сол кісілердің қазақ тілінде майын тамызып тұрып жазып кеткен әдеби шығармаларын, жырларын, өлеңдерін көбірек оқуымыз керек сияқты. Сол кісілердің сол кездегі жан айқайын естіп, негізгі біздің қазақ жігіт қыздарының қазақ болып туылғаннан кейінгі бір іштегі бір мақсаттары, іштегі бір міндеттері соны білуіміз керек сияқты. Қай әлемнің қай түкпірінде болсақ та қазақша сөйлеп, қазақша ойланып, басқа елде жүрсек те қазақ екенімізді ұмытпау керек сияқтымыз. Өте дұрыс айттың бауырым. Оғыз мырза, енді біз эфирімізге соңына келіп қалдық. Жалпы осы карантин уақыт біткеннен кейін дейік, карантин бітті дегеннен кейін қандай іспен айналысар едіңіз? Қайсы лезде қолға алар едіңіз? Енді қазір бізді көріп отырмын. Түркияда менің ұлым бар, Едіге деген балам бар. Бізді көріп отыр. Өткен жылы маған телефонда айтып отыр да, тағы бір жанжал шығармайсың ба дейді да. Ой, дедім, сен қалжыңдап отырсың ба дедім. Мен ол жанжал шығарайын деп шығарған жоқпын ғой. Ондай жағдайлардан бері қызығып отыр ғой, өзің жас қой. Қызығып отыр. Әрине біздің мақсатымыз бірақ кішкене бұлай мұндай жағдай болғанда халықтың қалай айтайын, қызығушылығына бөленеді да, бұндай жағдай болып жатыр деп. Енді карантин біткеннен кейін енді даланы сағынған қозылар сияқтымыз ғой қазір. Сол далаға шықсақ, енді еліміз, тіліміз үшін одан да жақсы жоспарларымыз бар енді, Құдай қаласа. Оны іске асыратын, жанжалсыз, айқайлаусыз, мәдениет түрде іске асыратын менің жоспарларым бар. Әсіресе осы бір науқан болып бастайын деп отырмын. Бұл кіреберістерді бәрі тазаласа, мысалы қазақшаландырса. Әркім тұрып жатқан үй не өзінікі, бұлар маңдайының ақ терімен сатып алған, өзінің ақшасымен сатып алған үй ғой. Немесе квартирант болса да, ай сайын төлегеннен кейін ол өзінің үйі. Неге Ресей тіліндегі ақпаратқа қарап кіруім керек мен сол үйге? Мен қонақ емеспін ғой сол үйге. Сол туралы бір науқан бастайын деген менің бір арманым бар. Мен сияқты бәрі кіреберістерін тазаласа, қазақшаландырса, одан әркім өз үйінің алдынан бастау керек та. Әркім өзінің үйін тазаласа бірінші, сол көше, қала, ел бәрі тап-таза болады. Жалпылама айтқанда. Ондай ойларымыз бар, Құдай қаласа. Жастармен кездесу деген ойымыз бар. Бірақ мен қайтадан айтайын, сол Қостанайдағы, Алматыда да оның байланыстары көп. Ағайын Қуат Ахметовпен байланысқа шықсын, міндетті түрде хабарлассын. Сол Нұр-Сұлтанда жүрген азаматтар, Жасұлан Иса әсіресе, және Мұқағали Балқыбай бауырымызбен байланыс орнатқан мен кеңес берем. Бұлар өте сауатты, өте ақылды және ұлттық сезімі ояу, жігерлі азаматтар да. Сол білуімше ешқандай бір партияның адамы емес. Мен соған әдейі қараймын, мысалы мен бір сөйлескісі келсе, мен қандай партияның адам болса сөйлеспеймін. Керегі жоқ ондайдың. Өйткені ұлт тіл мәселесіне бөлшектеп партиялардың бір саясаттың шаруасына айналдырмау керек. Сол сіздердің көрермендеріңізге де беретін кеңесім сол азаматтармен қарым-қатынасты күшейтіп, олармен хабарласып жүрсеңіздер, бірге идеялар тауып алып, қалай тілімізді дамытамыз, қалай ұлттық намысымызды асқақтатамыз деген армандарға жетуге болады бірге. Өйткені күш бірлікте, ұмытпаңыздар. Бірлік бар жерде ғана тірлік бар. Айтамыз, керемет. Жалпы, Оғыз мырза, достар, сұрақтарыңыз болса, мына жерде өткізіп алдым, сұрақтарыңыз болса, қоя отырыңыздар. Бауырым ақырындап қоштасайық, өйткені мен телефонымда қуаты бітейін деп қалды. Қазір қоштаспай кетіп қалған бір жағынан ыңғайсыз.
Мен бір сағаттан асқан уақыттан бері де енді сөйлесіп отырмыз. Ешкімнің басында ауыртпай, қатыртпай. Сіз соңғы сөздеріңізді айтсаңыз негізі жақсы болушы еді. Жақсы достар, көрермендер, бүгін бізде қонақта болған Оғыз Доған мырза негізінде Түркия елінің тумасы, бірақ соңғы 20 жылда осы 20 жылда қоя қазақ елінде тұрып қазақ тіліне қызмет етіп жатқан азамат, қазақ жанашыры, қазақ тілінің сақшысы деп айтуға болады. Оғыз мырза, үлкен алғысымыздан басқа білдіретін ештеңе жоқ. Қостанайға Мен рахмет сіздерге.